Алға! Егер бағытымыз дұрыс болса, 10 минутта нағыз көкорай шалғын алқапқа жетеміз. Шөл дала саған сәлем беріп жатыр ғой. Мынау не? Кеме қирады. Мына жерде байланыс ұстамайды. Компас жоғалды. Картаның жартысы ғана қалды. Енді не істейміз? Ой, енді мына жерде мәңгі қалып қоятын болдық. Мен қайда екенімізді анықтай аламын. Ай, ыстығын-ай! Қамқор күннің көзінен ысып кетіпті. Қандай жағдай болмасын, жүріңдер, алға! Жүргенде қайда барамыз? Шөл ортасындағы жасыл аймаққа. Оның қайда екенін білмейміз ғой. Менің түйсігім осы бағытты дұрыс деп жатыр. Алға! Ой, күн ысып кетті ғой. Қамқордың күйіне түскім келмейді. Мен сияқты шөл далада жүріп үйреніп қалғандарға кремнің қажеті жоқ. Қарақал, сенің мұрның мен аяғың қызарып кетті. Крем қайда? Кремді беріңдерші. Жоқ, крем енді көмектеспейді. Міне, мына күйік шалғанда қолданатын спрейді шашып көр. Қараңдар, біз қираған кемеміздің маңына қайта келген сияқтымыз. Ой, біз бір жерде айналып жүрген секілдіміз. Шаршадым, жүруге әлім жоқ. Ей, тұрыңдар! Күн өтіп кеткен. Тез арада көлеңке табу керек. Ой. Достарыма қалай көмектессем болады? Не істеу керек? Матаны салқын суға салып, шекелеріне қою керек. Кейін су ішкізген жөн. Сосын олар міндетті түрде күн өтпейтіндей қалпақ киіп жүруі қажет. Сен бізді құтқарып қалдың. Бізде енді күннен қорғайтын бас киім бар. Суымыз да жеткілікті. Бүгін бір қызық әрі шытырман оқиға болды. Біз енді күн астында қауіпсіз жүрудің ережелерін білеміз. Мысалы, күн сәулесінен қызған заттар
қолды күйдіруі мүмкін. Сосын күннің көзі теріні де күйдіріп жібереді. Аптап ыстықта аса абай болған жөн. Күн астында жүргенде міндетті түрде күннен қорғайтын қалпақ кию керек. Әйтпесе басыңнан күн өтуі мүмкін. Күйік шалғанда түрлі кремдер мен спрейлер көмектеседі. Ал егер бастан күн өтсе, матаны салқын суға малтып, шекеге қойған жөн.